Армысыздар, құрметті көрермендер. Сәлем достар, эфирде Өркен бағдарламасы. Сіздермен мен Нахметова Ярасыл және менің әріптесім Кабдулкаримова Надия. Ендеше хабарымызды бастайық. 12 сәуір ғарышкерлер күні. Аспан әлемін бойлаған әсемдіктің айттар сыры бөлек. Сондықтан біз бүгінгі хабарымызды астрономия әлеміне арнаймыз. Ең алдымен атаулы күннің тарихын зерделеп көрсек, 12 сәуір халықаралық авиация және ғарышкерлер күні. Осыдан дәл 61 жыл бұрын, яғни 1961 жылы 12 сәуірде Кеңес одағы қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан әуе кеңістігіне Восток кемесін аттандырды. Дәл осы ғарыш кемесімен алғаш рет әлем тарихында орбитаны бойлай ұшқан тұңғыш ғарышкер аға лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин еді. Осы аңызға айналған сапары үшін ғарышкер Кеңес одағы батыр атағын алды. Оның ерлігі бүкіл адамзат баласына спутникті телевидение, интернет, ауа райын бақылау, бағдарлау секілді заманауи өмірдің игіліктеріне жол ашты. Атаулы оқиғадан кейін 12 сәуір ғарышкерлер күні болып мәңгілік тарихта қалды. Достар, бүгін біз ғарыш әлеміне саяхат жасаймыз. Ғарыш әлемімен танысу үшін жас тілшілерімізге қонаққа келдік. Сәлем достар. Сәлем достар. Оқушы сарайына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге Антарес Астро клубы жайлы мәлімет айтып беретін боламыз. Ремет, онда саяхатымызды бастайық. Қандай әдемі, осы галерея жайында бізге айтып бересің бе? Ұлы дала галереясында еліміздің батырлары, хандарымыз, алаш арыстары, сондай-ақ ғарышкерлер жайлы суреттер бар. Вау, неткен керемет. Бұл жерде үш қыранымыз, елдің мақтаныштары, ағаларымыз тұр екен. Тоқтар Әубәкіров жайлы не білесің? Қазақтан тұңғыш ғарышқа ұшқан отандасымыз ғарышкер Тоқтар Әубәкіров. Ол 1991 жылы 2 қазанда көкке ұшты. Онда ол өзге ғарышкерлермен бірге медицина, металлургия, сондай-ақ биотехнология жайлы және Арал теңізі бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ғарышта ол 7 күн, 22 сағат, 12 минут болды. Ал Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшу бақыты бұйырыпты. Екінші ғарышкеріміз жайлы немен бөлісесің? Я, дұрыс айтасың. Қазақтан 2 рет ғарышқа ұшқан Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшты. Ең бірінші рет ұшқан кезде ғарышта 126 күн болса, екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышта болған екен. Ал үшінші ғарышкеріміз Айдын Айымбетовтың есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған. Мне ғажап, дарынды ақпаратына көп рахмет. Вау, Надия, қарашы, неткен керемет. Шынымен де өте керемет, нағыз астрономия әлемі. Балалар, Антарес Астро клубына қош келіпсіздер. Осы клуб оқушылар сарайында 2014 жылы ашылды. Тамаша. Бұл жерде оқушылар жұлдыздарды, аспан әлемін, күн сәулесін үлкен телескоппен зерттейді. Ал мына кісі Гүлнар Қайырболатқызы, Антарес Астро клубының жетекшісі.
Сәлеметсіз мұғалім. Сәлеметсіз. Неткен керемет. Ғажап. Ой, қызықтың бәрі алда. Қазір сіздерге нағыз аспан әлемін көрсететін боламыз. Балалар, бұл оқушылар сарайының обсерваториясы. Ең үлкен телескоп арқылы ғарыш әлемін көргілерің келсе, менімен бірге жүріңдер. Сарай ерекшеліктерінің бірі астрономияның дамуы, балаларды ғарыш саласына баулу. Бұл обсерваторияға 4 телескоп орнатылған. Сонымен қоса, аспан нысандарын бақылау үшін экваториалдық құрылым құрылды. 2015 жылдың 6 қарашасында астрономиялық сыныптың, астрономиялық обсерваторияның бақылау алаңының ашылуына қазақстандық әлемнің 545-ші ғарышкері Айдын Айымбетов келді. Сонымен қоса, айта кететін жағдай, 180 градус пен 360 градус аралығында шолу жасауға болатын қозғалмалы әрі мобильді құрылым. Бұл жерде біздің жас астрономдар өздерінің практикалық сабақтарын өткізеді. Үйірменің жұмысы жайлы айтып өтсеңіз. Оқушылар сарайында орналасқан Антарес Астра клубы 7 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Біз балалармен зерттеу жұмыстарымен айналысамыз. Халықаралық республикалық олимпиада байқауларға қатысамыз. Бұл енді біздің басты Это мақсаттарымыздың наша бірі. основная деятельность. Үйірмеге неше бала келеді? В очном формате у нас где-то 20. Жалпы 20-дан аса оқушы келеді, ал 10 бала онлайн форматта оқиды. Олар Екібастұз, Ақсу қалаларының ғарышқа қызығушылық танытқан балалары. Келемдеушілер көп, келесі жылы тағы жаңа топтарды қосатын боламыз. Сіздер әртүрлі сайыстарға қатысып жеңіс тұғырынан көрініп жүрсіздер. Оның сыры неде? Это, конечно же, упорная подготовка. Әрине, бұл балалардың тынымсыз дайындығы. Жаңа клубта қонақта болдыңыз ғой. Олар шешімі қиын 10 сұраққа жауабын іздеп жатты. Нәтижеге жету үшін көп жұмыс жасау керек. Чтобы добиваться успехов, нужно трудиться. Это, наверное, самое главное. Ал балалардың астрономияға деген қызығушылығы неде деп ойлайсыз? Интерес у детей, во-первых, это красиво, наблюдательная астрономия. Это Балалардың қызығушылығы әрине олар жұлдызда аспан әлемін көргісі келеді. Әсіресе қазір мектеп жасындағы оқушылардың қызығушылығы мол. Осы салада түрлі олимпиадаларға қатысқанды жақсы көреді. Болашақта оқуға түскенде де өз нәтижесін береді. астрономии у детей разного возраста. Бұл жерде сіздер қай пәнді ерекше зерттейсіздер? Астрономия және физика пәндерін тереңнен зерттейміз. Жетістіктер жайында айтып өтсеңіз. У ребят много достижений, есть республиканские, например, Гран-при они выиграли в республиканском. Балалардың жетістігі көп, республикалық байқаулар бар. Мәселен, астро сайыстан өткен республикалық ғылыми сайыста олар гран-приді жеңіп алды. Жуырда оқушымыз Ярославаның ақштың Хьюстон қаласындағы жазғы оқуға шақырды. Бұл да үлкен дәреже. Біз оқушыларымызбен мақтанамыз. Большое достижение. Очень гордимся своими детьми. И еще впереди очень много у нас олимпиад и конкурсов. Надя, қандай керемет. Тіпті менің де бұл жерде оқығым келіп кетті. Мен де оқығым келіп кетті. Сіздің үйірмеңізде оқуға бола ма? Әрине, келіңдер, біз қуана қарсы аламыз. Жауаптарыңыз үшін рахмет, сау болыңыз. Балалар, біз сіздерге кішігірім тосын сый дайындадық. Оны көруге дайынсыңдар ма? Ендеше кеттік. О, бұл кигіз үйме? Жоқ балалар, бұл кигіз емес, бұл нағыз планетарий.
Тамаша. Оқушылар сарайында 2014 жылы ашылған 20 адам сиятын 3D форматымен көзілдіріксіз көруге болатын планетарий. Балалар, бұл планетарийде астрономия, астрофизика, ғарыш әлемі туралы киноларды тамашалауға болады. Сіздерді киноны тамашалауға шақырамыз. Wave Beats Music. Достар, бүгінгі экскурсия үшін сендерге шын жүректен алғыс білдіреміз. Шынымды айтсам, мен алған әсерімді сөзбен айтып жеткізе алмай тұрмын. Сізге үлкен рахмет. Осымен өркен бағдарламасының кезекті саны өз мәресіне жетті. Қош, сау болыңыздар!